Достар, және менің Instagram парақшама жазылып Барлықтарыңызға сәлем достар. Менің есімім Арайгүл. Мен Сүлейман Демирел атындағы университеттің 3-ші курс студентімін, мамандығым журналистика. Жалпы негізінде бүгін менің каналымның бірінші видеосы, сондықтан да сіздерден барынша қолдау күтемін. Бүгінгі шығарылым бізде СДУ-ға түскісі келетін барша оқушыларға және талапкерлерге арналады. Бұл дегеніміз СДУ-дің ішіндегі атмосфера қандай, оқу системасы қандай және оған қалай грантқа түсуге болатындығы жайлы айтылады. Мен жалпы 2020 жылғы түлекпін, өзім журналистика мамандығына грантқа түскен болатынмын. Қазір бірінші курс бізде онлайн болды, екінші курс мен кампусқа келіп кәдімгідей оқыдым және биыл 3-ші жыл. Получается, 2 жыл тек университетте оқып жатырмын және осы 2 жылдың ішінде студент ретінде қандай тәжірибе жинағанымды сіздермен бөлісетін боламын. Біріншіден, негізінде СДУ-ға түскісі келетін жандарға айтар кеңесім ол оқу системасына барынша дайын болып келіңіздер. Себебі бұл жерде басқа қазақстандық университеттерге қарағанда оқу системасы әлде қайда кішкене қиындау. Ал негізінде былайынан университет атмосферасы өте керемет деп айта аламын. Себебі бұл университетке түссеңіздер студенттік өмірді жақсы, қызықты әрі түрлі краскаларға толы деп айтады ғой, сол сияқты әдемі студенттік өмір жасайсыздар. Ең біріншіден, бұл университет системасында ең ерекше ол түрік тілі. Біздерде кез келген мамандықта түрік тілі оқытылады. Сен IT бол, немесе журналистика бол, тіпті филология факультеті қазақ тілі мен әдебиетінде оқып жатырсаң да, сен міндетті түрде 2 жыл қатарынан түрік тілін оқисың. Бұл университеттің ең басты ерекшелігі. Жалпы университет негізінен 3 тілге қамтылған. Ол қазақ тілі, ағылшын және түрік тілі. Әрине орыс тілі бар, бірақ ол тек қана 2-ші курста мүмкін міндетті пән ретінде ғана жүреді. Ал былайша негізінде түрік тілі мен ағылшын тілі университеттің ең басты тілдері болып саналады. Жалпы менің мамандығым журналистикаға түскісі келетін жандарға керемет видео бұл. Мен журналистикаға негізінде түсуді 6-шы сыныптан бері жоспарладым және басында менде СДУ-ға түсемін деген мүлде бір ой болмаған. Негізінде көптеген достарым да таныстарым да сұрайтын, неге мысалға Казнуға, неге ЮНО-ға түспедің деп, себебі көбіне ұлттық университеттер журналистикадан білім беруге басымырақ болып келеді. Ал СДУ-да журналистика, қателеспесем, 2017 жылы ғана ашылды және оның ішіндегі құрамындағы жаңа оқытушылар да барлығы жаңадан келді. Жалпы негізінде журналистикадағы, жалпы СДУ-дағы ерекшеліктер, ол, мен ойымша, журналистиканы сіздерге заманауи үйретеді, яғни көптеген қазір технологиялар шығып жатыр. Сіздер тек қана осылай эфирге әдемі сөйлеуді ғана емес, сонымен қатар дизайн жасауды үйренесіздер. Мүмкін біреулеріңіздің қызығушылықтарыңыз цифрлық медиаға ауысады, немесе жаңалықтану, мультимедиа деген сабақтар біздерде басқа университеттерден қарағанда 2 есе жақсы үйретіледі. Әрине басқа университеттерде қандай екенін білмеймін, алайда жалпы мен өзім оқып жатырған университеттен алған тәжірибем бойынша осылай жақсы деп айта аламын. Негізінде мен 120 балдан 118 бал жинап, журналистикаға грантқа түскенмін. Қазір журналистикаға дайындалып жатырған оқушылар болса, білетін шығар, журналистикаға грантқа түсу Қазақстан бойынша негізі қиын. Себебі бұл мамандыққа грант өте аз бөлінеді және шығармашылық емтихан тапсырғаннан кейін сен тек қана бір университетті, бір мамандықты ғана таңдай аласың, и то шығармашылық емтихан тапсырған мекеменде. Ең маған қиын болған нәрсе осы, себебі көп оқушылардың ойында болады, шығармашылық емтиханнан жинай алмай қалсам, мен тек бір университет таңдаймын, и то оны жинай алмай қалсам, мен платно оқимын. Басқа біздің ЕНТ-ның құрылымынан айырмашылығы да осы, себебі көбі 5 пән тапсырады да, 4 түрлі университетке қалағанына түседі. Мысалы, біреуіне түспесе, екіншісіне түседі деген сияқты. Ал журналистиканың ең бір минусы осы, сен тек қана жалпы шығармашылық емтиханды қамтитын мамандықтардың бір минусы ол сен тек 2 пән тапсырасың және 2 шығармашылық емтиханның балына қарай университетті таңдайсың, тек бір университетті.
Солай мен дайындығымды өзім 10 сыныптан бастадым Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығына. Жалпы бүгін осы дайындығым туралы айтқым келеді, және келесі шығарылымда шығармашылық емтихан туралы айтамын. Негізінде басында СДУ-ға түсу ойымда болмаған, себебі СДУ ол естігенде бір қиын университет секілді естілді. Шынымен де мен өзім қарапайым мектептің түлегімін. Маған түсу, ондағы оқу системасына үйрену жалпы өте бір мүмкін емес сияқты көрінді басында. Бірақ мен емтихандарға дайындала бастағанда шығармашылық басында ой болған, себебі мысалға ұлттық университеттерге қарағанда СДУ университетінде шығармашылық емтиханды қабылдау кішкене ерекшелеу. Біздер 2 этаптан тұрған болатын. Ол кезде шығармашылық емтихан біріншісі эссе жазу, екіншісі әңгімелесу. Бұл туралы толығырақ қалай өтті, бұл өзі бөлек тарихи оқиға, сондықтан оны келесі шығарылымға қалдырам. Жалпы негізінде СДУ-ға түскеннен кейінгі өмірім туралы айтатын болсам, басында мен ең бірінші жинаған БТ-дан балым, қателеспесем, ол кезде бізде шығармашылық пен тарихты қосқанда 40 болды. Мен басында 18 балл жинағанмын. Сенесіздер ме? 18 балл жинаған, ол тарих 6 балл болған, қалған енді оқу сауаттылығының балы. Ал шығармашылық емтиханға білесіздер, пробный экзамендер жоқ. Сен тек қана дайындалып барасың да, шілдеге тапсырасың. Ең бір үлкен минусы да осы деп айта аламын, себебі көптеген таңдау пәнін таңдаған студенттер физика, математика деген сияқтылар пробный емтихан тапсыра алады, жаңағы өзінің деңгейін алдын ала біліп, осындай университетке шамам келеді-ау деп ойлайды. Ал біздің университетке тапсыру үшін, жалпы журналистикаға тапсыру үшін сен шығармашылық емтиханды алдын ала ешқашан тапсыра алмайсың. Сен сол уақытта саған қандай тақырып түседі эссе, соны жазасың, және сол уақытта бап шабам деген сияқты ғой, өзіңнің балыңды алып грантқа ілесің немесе ілікпейсің. СДУ-ға түсерде біріншіден барлық СДУ туралы мәліметтерді жинадым. Қазір сіздерге төменге СДУ-ның сайтын және көптеген пайдалы болатын ақпараттарды тастап кетемін. СДУ журнализм скулда негізі түсу басында мұғалімдер инстаграмға видеолар жариялаған болатын, нұсқаулық ретінде осылай өтеді емтиханның барысы деген сияқты. Ол өте бір плюс болды, себебі бұл жердегі мұғалімдер айтып тұрмын ғой, жас, креативті және сені түсіне алады. Олармен кері байланыс жасау өте оңай болды. Содан мен басында негізі КАЗНУ-ға түскім келген, және КАЗНУ университетіне тапсырарда менде мынандай ой болған. Маған біріншіден ол университеттің мүмкін болғанда ескі корпус деп айтады ғой, ескі корпусы ұнамады. Екіншіден, білмеймін, атмосферасы адамды тартпады. Кез келген адам университетке оқыр кезде қандай мамандық болсын, оны біріншіден ішкі вайбы тарту керек. Яғни саған атмосферасы күнде ұнаса, келетін жерінен сен кез келген оқуды махаббатпен оқи аласың. Жалпы солайынан мен СДУ-ға түсерде көптеген мәлімет жинадым, алдын ала 10 сыныптан бастап. Содан кейін Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығына дайындығымды күшейте бастадым. Қазақстан тарихына негізі ең тиімді дайындалу жолы ол көбіне жаттау емес, яғни сіздерге берілген кітаптарды мектеп кезіндегі, қателеспесем, мен 6 сыныптан 9 сыныпқа дейінгі Қазақстан тарихының барлық кітаптарын бірден оқып шыққан болатынмын. Сіздерге айтарым, мектеп кезіндегі сұрақтардан басқа НТ-да ешқандай сұрақтарды бермейді. Былай ойлаймыз ғой, біздер аспаннан алып алатын сияқты сұрақтарды, себебі менде басында болған ондай жағдай. Пробныйда ашып қалған кезде, как будто мен оқымаған сұрақтар сияқты. И содан кейін менде басында ең аз балл жинап жүргенде, 18 балл жинап жүргенде, мысалы 40-тан, менде мотивациям керісінше жоғарылай бастады. Мен жинауым керек деген сияқты. Содан кейін наурыз айында болған ОБТ-ны тапсырған уақытта мен уже 40-тан 31 балл жинадым. Ол уже апгрейд үлкен, себебі мен дайындығымның өзінің жемісін көрдім. Ал соңына келгенде мен 40-та 38 жинаған болатынмын. Және ол кездегі қуанышымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. 40-тан 38 жинағаннан кейін енді келесі этап ол шығармашылық емтихан. Солайынан шығармашылық емтиханға дайындықты бастадым. Көп қиналдым, шыны керек, негізінде былай ауызға айтуға оңай болғанымен шығармашылық емтихан тапсыру өте қиын және өте бір үлкен уақыт пен энергияны қажет етеді.
Жалпы СДО-ға түскеннен кейін, содан кейін бірінші курсым өкінішке орай онлайн болып қалды. Студенттік өмірдің күшті бір қызығын сезе алмадым, алайда карантин уақытын өте тиімді пайдаландым. Екінші курсқа келгеннен кейін оқудың қиын екенін түсіндім. Шынымен де оқу қиынырақ. Бізде журналистика факультеті айтпақшы екі тілге бөлінеді. Біріншісі қазақ тілі, екіншісі ағылшын тілі. Сіз өзіңіз қалауыңызға бойынша екі жақты да оқуыңызға болады. Немесе бір жақты таңдайсыз. Негізі көбіне бір өзіңіздің деңгейіңіз қайсыға келеді. Егер ағылшыныңыз жақсы болса ағылшынға, қазақ тіліңіз жақсы болса қазақ тілді журналистикаға кетесіз. Енді ерекшеліктерін айтып кететін болсам, СДО журнализм скулда біріншіден мен ойымша ол үлкен креатив, сыни ойлауға сіздерді дағдылайды басқа университеттерден қарағанда. Себебі бұл жерде Орта Азия бойынша 4 елде мультимедиалық журналистика деген сабақ үйретіледі, оның біреуі СДО-да. Мен өзім СДО-ға түскеннен кейін басында кішкене сабақ қиын болып жүрді, бірақ адамды іштегі атмосфера шабыттандырады. Сенің қасындағы группаластарың қатты оқып жатырған кезде және СДО-ның өзінің кампусында үнемі движение деп айтады ғой, үнемі даму, адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, коммуникация құрауы сені жоғары бір деңгейге көтереді. Және мен өзім СДО-ға түскеніме өте қуаныштымын, себебі менде үлкен апгрейд пайда болды, мен үлкен бір жеке тұлғаға айналдым және даму менде көбірек пайда болды деп айта аламын. Жалпы осындай қазір 3-ші курста оқып жатырмын енді журналистиканың. СДО-дың студенті болу үшін мен ойымша көп оқу керек, еңбектену керек және ең бастысы мотивацияңызды жоғалтпаңыз. Себебі 2 жыл бұрынғы маған мүмкін емес болған нәрсе қазір мүмкін. Сондықтан да сіздердің де қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Және достар, видео соңында сіздерге менің инстаграм парақшамды ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде білімге, дамуға және университеттер туралы керемет пайдалы посттар мен видеолар жазылады. Сондықтан да бірге дамайық, бірге оқиық. Мен оқушыларға кеңес беруге әркез дайынмын. Келесі шығарылымды күту үшін міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырып кетсеңіздер болады. Видеода мүмкін толық айтылмаған болар, бірақ та СДО-дың ішкі ережелерімен тағы да таныстыруға сіздерді дайынмын. Сондықтан да сіздерден қолдау күтемін. Ал келесі шығарылым бізде шығармашылық емтихан туралы болады. Және қалай дайындалу керек екенін де айтып кететін боламын. Сіздермен Арайгүл. Сау болыңыздар.